Душман. Бүгін сіздерге 1.050.000 сомға 6 сотық жерді сунуштаймын. Бұл жерде айлана тегерекке қатар-қатар үйлер түшіп атып тұр. Біз Кеңсайдабыз. 228 квартал. Жолу бар. Мынау жерде индук багып атып тұр. Мынау үйді. Мынау қошына мынау фундаменті баштап тұр. Біз азыр машина базардың тұшында тұрабыз. Оштағы машина базардың тұшында. Бұл жағы азыр қара түтін болып, бұлыт біраз бар екен, тұнық көрініш керек. Оштон, Западныйды білесіздер, Западныйдан машина базарды, запчас базарды, мөмө жеміш базарды көздегенде, мөмө жеміштен жол чырақтан еле. Көкінбей 100-ші домдың тұшынан солға қайрыласыз. Арабан тараптан, машина тараптан шарды көзден жөнегенде, мөмө жеміштен оңға кіресіз, түптіз оркеден, төрт көшеден шығып келесіз. 228 квартал мына жол. Фундаменттерді айттым, мына құйып атып тұр, бұл салып атып тұр, арқы бетте қатар үй, мына тұшқадан салып атып тұр. Демек, келечегі кең. Мына тұшқадан салып атып тұр. Андан сыртқары мына тұшқадан баштап тұр. Мына жер болып қалады. 6 сотық жер, документ таза, документте мәселе жоқ. Сіз бұл жерде индук бақсаңыз, бір жылда бір топ кірешеге батасыз. Демек, шығасыз дегенім. Тоқ бақсаңыз, қой бақсаңыз, уй бақсаңыз, мына таланы қараң, мына уйларды. Мына орда сізге алып көрсетіп қояң, мына тарапта тұрады. Мына жерде 20-30-дай уй жүреді. Демек, бұл жерден келечегі кең. Жеңішбек Шермаматович мұрдағы мер. Аябай қату әрекет қылып, суыны шығарып, суеттерді алып келіп баштады. Азырқы мерден де күтөбүз ушуну. Ушинтип чыгарып берген болсо, бул жак шаарга айланат. Өзү жери шаардын ичинен бул жак кеңири. Келечеги вообще кең дегени да бул. Алган адам утулбайт. Жол бар, машина чыгат, жеңил машина менен чыгып келдик. Грузовой бардыгы келет. Үйдү саласыз, ишти кылган Россияга барбай эле ушул жерде ишти кылсаңыз болот. Мына жерден чөптү нары бери кылсаңыз болот. Азыр тоокто, индукта, букада, койдо, уйда киреш абдан болот. 1 жылдык кирешеси бир чегиңизди инан фундамент куюп чатырын тургузганга чейин толук мүмкүнчүлүгү бар жерлер да бул жер. Себеп мен мындай жерлерди көп угуп жүрөм. Индук баккан, кой баккан, уй баккан 1 жылда мынча киреше таап атам деген. Демек сиз да табыңыз, алыңыз, багыңыз, ишти кылыңыз.